Мен бұған дейін сенбегенмін, бірақ сол түні көзіммен көрдім. Бұл жай ғана аңыз емес, ол маған тік қарап тұрды. Егер мен видеоға түсірмесем, ешкім сенбес еді. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Қарасай деген шағын ауыл таудың етегінде орналасқан. Бұл жерде түн ерекше, тыныш болатын. Иттердің үргені, желдің ағаштарды сыбдырлатқаны бәрі үйреншікті. Бірақ соңғы аптада біртүрлі нәрсе байқала бастады. Алдымен көрші Бекет атаның қорасындағы ешкі өлі табылды. Денесінде бір тамшы қан жоқ, тек мойнында екі кішкентай тесік. Қасқыр емес, деді ауыл ақсақалдары. Ит те емес. Ауылдың үстіне бір суық үрей жайылды. Келесі түні тағы да мал қырылды. Бұл жолы 3 қой. Таңертең адамдар қораға жиналды. Бұл чупакабра, деді біреуі сыбырлап. Бұл сөзді естігенде бәрі үнсіз қалды. Балаларға бұрын айтылатын қорқынышты аңыз еді бұл. Қанды ішетін, түнде жүретін, көздері қызыл мақұлық. Ержан алғашында күлді. Аңызға сенбеңдер, деді ол. Бірақ сол түні ол да ұйықтай алмады. Түн ортасында Ержан терезеден тырналғандай дыбыс естіді. Жай ит шығар деп ойлады. Бірақ дыбыс қайталанды. Ауыр тыныс, біртүрлі ырыл. Ол сыртқа шықты. Ай жарығында қораның жанында бірдеңе қозғалды. Бойы аласа, арқасы бүкір. Қозғалса адамға ұқсамайды. Кенет ол бұрылды. Көздері жарқ етті. Ержан қатып қалды. Мақұлық бір сәтке тоқтады да орманға қарай зып берді. Ержан артынан жүгірді. Өзі де не істеп жүргенін түсінбеді. Орман іші салқын, ағаштар сыбдырлайды. Сол кезде ол тағы да көрді. Бұл жолы анық. Терісі сұрғылт, аяқтары ұзын, ал ауызы тым үлкен. Мақұлық бір сәтке артына қарады да жоғалып кетті. Таңертең Ержан орманға қайта барды. Жерде бейтаныс іздер бар еді. Иттің де, қасқырдың да ізі емес. Ауыл адамдары жиналды. Бірі қорықты, бірі сенбеді. Бірақ сол түні тағы да бір мал өлді. Енді ешкім күмәнданбады. Бұл бір нәрсе бар еді. Ауыл тұрғындары кезекшілік ұйымдастырды. Ержан да қалды. Түн ортасында жел тоқтады. Құстарда үнсіз қалды. Сол сәтте қора жақтан сылдыр естілді. Көлеңке жылжыды. Ол келді, деді біреу сыбырлап. Чупакабра жарыққа шықты. Оның қозғалысы тым жылдам еді. Көздері тура Ержанға қадалды. Бір сәтке уақыт тоқтағандай болды. Сосын ол айқайлады. Мақұлық кері шегінді де түнге сынып кетті. Сол түннен кейін шабуылдар тоқтады. Ауыл тынышталды. Бірақ Ержан кейде түнде терезеге қарайды. Орман жақтан қызыл көздер көрінетіндей болады. Мүмкін ол кетпеген шығар. Мүмкін ол тек күтіп жүрген шығар. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.